Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін айт мерекесіне арналған дастарханды жасаймыз. Дастарханымызда жент, пайдалы салат, хворост және қызыл барқыт капкейктерінің рецепттерін ұсынамын. Қолда бар қарапайым ингредиенттерден жасалған. Ыдысқа 2 жұмыртқаны, 2 сарыуызды, қантты қосып, венчикпен жақсылап тұрып араластырамыз. Шым-шым тұз қосып, тағы араластырамыз. Електен өткізілген ұнды салып, қамыр илейміз. Қолға қатты жабыспайтындай жұмсақ қамыр болуы керек. Пищевой пленкамен бетін жауып 30 минутқа қалдырамыз. Қамырымыз демалды, астына міндетті түрде ұн себеміз, әйтпесе жабысып қалуы мүмкін. Видеода көрсетілгендей жұп-жұқа қамыр жаямыз. Сол кезде хворост қытырлап пісетін болады. Осылай кескеннен кейін кішкене созып аламыз. Қыздырылған майда таяқшамен немесе осындай арнайы вилкамен шетін ұстап, видеода көрсетілгендей пісіреміз. Басында бір-екеуі дұрыс шықпауы мүмкін, кейін қолдарыңыз үйреніп кетеді. Орташа 1 минут пісіреміз. Міне екінші жағын төңкеріп тағы пісіреміз. Хворостымыз дайын. Егер қант ұнтағын електен өткізіп тепсеңіз, одан сайын дәмді болып шығады. Айт мерекесінде таптырмас десерт десем де қателеспеймін. Жент жасаймыз. Ыдысқа талқанды, қант ұнтағын, жұмсақ сары майды қосып, қасықпен немесе лопаткамен езіп, жақсылап араластырамыз. Үстіне изюм қосып, жақсылап қасықпен араластырамыз. Жентті неше түрлі формамен жасауға болады. Бір ас қасық жент алып, домалақ форма жасап, кокос ұнтағына аунатамыз. Менде шамамен 5 штук шықты. Қалғанын төртбұрышты формаға салып, лопаткамен немесе қасықтың көмегімен басып тегістейміз. Және тоңазытқышта 2 сағатқа қату үшін саламыз. Жентіміз дайын болды. Қалаған форма бойынша пышақпен кесіп аламыз. Өте дәмді, әдемі болып шықты. Айт мейрамында үнемі дәстүрлі жентімізді дайындап тұрамын. Енді қызыл барқыт капкейктерін жасаймыз. Ыдысқа ұн, сода, какаоны қосып араластырамыз. Бөлек ыдыста айранымызға гелиевый немесе пищевой қызыл краситель қосып жақсылап араластырамыз. Енді басқа ыдысқа 2 жұмыртқаны жарып саламыз. Үстіне қант қосып, венчикпен немесе миксермен араластырамыз. Үстіне жаңағы құрғақ ингредиенттерді қосып, айран қосылған красителімізді құямыз. Венчикпен біркелкі болғанша дейін араластырамыз. Кекстің формаларына аса қатты толтырмай қамырымызды құямыз. Менде шамамен 14 штук шықты. Егер көп құйсаңыз, онда қамыр ағып кетуі мүмкін. Кекстеріміз дайын, енді крем жасаймыз. Ыдысқа творожный сыр, жұмсақ сары май немесе 33% клейгей, яғни сливки қосамыз. Үстіне қант ұнтағын қосып, лопаткамен араластырамыз. Кейін венчикпен немесе миксермен тағы араластырамыз. Кремді арнайы кондитерский мешокқа салып әсемдейміз. Кремнің орнына шоколадный глазурды құйсаңыз да болады. Пайдалы салат жасаймыз.
Пиязымызды майдалап тураймыз. Қиярымызды, қызанақты, тәтті бұрышымызды кубиктап турап аламыз. Үстіне укроп, петрушка немесе қалаған ас когімізді майдалап тураймыз. 2 ас қасық зәйтүн майына дәмділігі бойынша тұз, қара бұрыш, лимон шырынын қосып араластырамыз. Ыдысқа сары кукурузаны, қызанақты, пиязымызды, қиярды, болгарский қызыл бұрышты қосамыз. Үстіне жаңағы соусымызды құйып, қасықпен араластырамыз. Соңында ас көкті салып, тағы араластырамыз. Дәрумендерге бай пайдалы салатымыз дайын болды. Айт дастарханымыз дайын болды. Қолжетімді өнімдерден жасадым. Бәрі өте дәмді болып шықты. Әрі тез жасалады, көп уақыт алмайды. Үлпілдеген шарт сияқты бауырсақтардың рецептісі менің каналымда бар. Айт мейрамы құтты болсын. Сіздермен болған Арай ПП Фуд.